Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді голубцы дайындаймыз. Салмасына күріш қажет болады. Жуып тазалап, су қосып, тұз, сұйық май қосып араластырып пісіреміз. Капустаның қатты жерін алып тастаймыз. Қайнап тұрған суға капустаны салып аударып, 5-10 минуттай қайнатамыз. Содан кейін шетіндегі жапырақтарын алып 2-3 минут қайнатып аламыз. Табаға сұйық май қыздырып, туралған пиязды салып қуырып аламыз. Үстіне үккіштің үлкен көзінен өткізген сәбізді салып қуырамыз. Енді томат пастасын қосамыз. Жақсылап араластырып алып, тұз салып, қажетті мөлшерде су құямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Тартылған етке күріш салып, уақтап тура пияз, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Енді голубцы дайындаймыз. Піскен капуста жапырақтарына салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Капуста ортасындағы қатты жерін кесіп алып тастаймыз. Енді табада қайнап тұрған суға голубцыды саламыз. Бәрін салып 35-40 минуттай пісіреміз. Міне голубцымыз дайын болды. Дәміне енді сөз жоқ. Жасап көріңіздер. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.